Қазір біздің ең үлкен проблема бар, жировой гепатоз көбейіп кетті адамдарда. Екінің бірі жировой гепатоз. Кім ұзыға түссе жировой гепатоз. Так? Жировой гепатоз деген не? Бұл отношение жира, яғни жырдың бауырда жиналуы. Бауырда жыр жиналғаннан кейін жаңағы май. Так, ол холестериннен келіп шығады. Май жиналғаннан кейін бауыр ненормально істей бастайды. Бауыр кетоз істей бастағаннан кейін болды қан қойылады. Түрлі аурулардың бастамасы именно осы бауырдан басталады. Біздің клиникада именно осы бауыр тазалаумен айналысамыз. Бауыр тазалағанда қалай? Оны диетамен тазалаймыз, бауырды жууынан тазалаймыз, қан алуынан тазалаймыз. Ең бауырды бір тазалаудың бір методы тілдің астынан қан алу. Тілдің астында 14 тамыр бар. Қазір бауырдың тамыры тілдің астында. Біз қазір тілдің астынан қан алған кезде біз именно жировой гепатоз, панкреатит, холецистит, гепатиттердің Б, С, Д түрлері бар ғой. Соның барлығы мына тілден қан алғаннан кейін кетеді. Қазір мына шекара салып көрсетеміз. Так, шаптар, свет жап. Так, обширный тамырлар тоже пісіп тұр екен. Тоже қап-қара қан шығады. Черный кровь. Так. О, кетті. Ағзан.